Қашанғы шыдауға болады? Енді өздеріңіз ойлаңызшы. Адамның осыншама қорлық көргеніміз неге соншама? Біздің соншама неге қорлық көрдік біз бір адамнан? Төңірегіндегі адамдарға бір әңгіме қылып бастасаң болды, ай ол осылай бәрі. Ұйықтап жатырмыз, бүгінгі жеген, бүгінгі ішіп жеуі бар ма, соған адамдар мәз. Ертеңгі күніңді, бала шағаңды, мына тіпті отанымызды ойламайсың ба, мына елдігімізден айырылып баратырмыз ғой. Біз мына сорлылығымыз сол, бізге біреу келіп істеп беру керек та. Бәріміз де жақсы көреміз өзгеріс барын. Бірақ сол біреудің қолымен істегіміз келеді да, от әңгіме сода. Бәріміз біреудің қолымен істегіміз келеді. Өзің үлесің бар емес пе? Өзің үлесіңді қоспайсың ба? Тірлігін жасамайсың ба? Өмірімізді өзгертейік. Неге біз бүйтіп кете береміз? Қате ойлап қарасаңызшы, біз бүйтіп неге кете береміз бүйтіп? Мына Құдайға бір мыңда рахмет. Мына Әблязов Мұхтар ұқсаған ініміздің анадан туып осындай бір әйтеуір байбалам салбатқанына. Ол жоқ болса қайтер едіңдер? Осындай адамдарың жоқ болса. Оған да шүкір Құдайдың осындай баланы бергеніне, осындай жігіттерді біздің маңдай терімізге халықтың осындай адамны бергеніне. Мына Түркменстан көршілер Өзбекстан отырған жоқ па қасқа болып? Бишара болып, мына Түркменстандар қандай байлықта отырып халқы қанша кентіреп қасқа болып жатқан. Міне біз де соның кебін киіп жатырмыз ғой, міне қазір қарап отырсаң. Аузыңды ашсаң қамайды, аузыңды ашсаң жабайды. Не масқара, көк шарды ұстаған баланың қолынан келіп, шарды жарған, шарды тартып алған кішкентай баланың қолында көк шарды. Көк жалау ұстаған баланың қолдан шарды жалауын тартып алып лақтырған не масқара үкімет. Ал форма киген хайуандар мысалы. Осыншама біз сондай күйге жеттік па біз ойлаймын? Сен күшті болсаң, көк шар ұстамақ түгіл, көк туыса көк шар. Не қылсаң ол қылды. Отырмайсың ба талтайып күшті болсаң? Білгендерің сен біраз көк шар ұстайсың ба, көк жалау ұстайсың ба, көк ту ұстайсыңдар ма? Неге соншама қорқасыңдар? Себебі білесіңдер өздеріңнің кім екендеріңді. Халыққа қарсы жұмыс істеп жатсыңдар. Халықты сүліктей сордыңдар осы 30 жыл бойы. Ар жағында сорды, орыстар сорды қасқа қылып. Енді бер жағында одан сүліктей сордыңдар қасқа халықты мынаны. Еліміздің байлығы транзитқа салып кетті. Айтатыны жоқ деп. Енді бұдан артық, енді мен білмеймін, бұдан артық қаяққа барамыз енді? Бұдан артық. Енді ойлаң. Енді мына Мұхтар Әблязов құсаған ініміздің артынан қот ерің мынаны ұссаң. Хотя бір алдарыңызда бақыт бағдар беріп отқан адам бар ғой, ең болмаса. Мына системаны тез арада өзгертіп берсек, болмайды. Өздерің қараң. Мына әсіресе жастар, өмір сендердікі. Мына біз құсаған адамдар, бұлар болып тұрған адамдар неше жыл өміріміз, неше күн өміріміз қалды. Мысалы, қараң өздерің. Келешекте ұлт боламыз. Келешекте ел боламыз. Болашағымыз бар десеңдер, ойланың жақсылап тұр. Бұл соңғы мүмкіндік деп ойлаймын мен. Соңғы мүмкіндік. Себебі ертең мына жаман айтпай жақсы жоқ. Ана Мұхтар Әблязов құсаған інімізге жаман айтпай жақсы жоқ. Бірдеңе болып қалатын болсаң, біз Құдай сақтасын. Тек оны Құдайдың өзі сақтасын деймін. Әне. Сонда қайтесіңдер? Сондай азаматтарың жоқ болса. Қайда Құдайға шүкір сондай азаматтарымыз бар қайтыр. Елге бақыт бағдар беріп отқан. Жақсылап ойланайық. Сосын немқұрайды қарамаң. Мына бүгінгі қызметтеріңмен, бүгінгі алып отқан айлықтарыңмен алданбаң. Ертең бұдан да айырылып қаласыңдар. Ана балдарыңның, келешектерің, ұрпақтарыңның жағдайын ойлаң. Жеріміздің, еліміздің, отанымыздың тағдырын ойлаң. Қорытынды жасайық.